Ассалаумағалейкум достар. Бүгінгі біздің бейне сабағымыз Паскаль тіліндегі көп өлшемді массивтерге арналады. Өткен сабақтарымызда сіздермен бірге бір өлшемді массивтермен танысқан болатынбыз. Ал бүгінгі біздің сөз қозғайтын тақырыбымыз көп өлшемді массивтер. Бір өлшемді массивтер естеріңізде болса, бір ғана қатардан тұрған болатын, және де ондағы элементтер реттелген нөмір бойынша тізбектеліп орналасқан болатын. Көп өлшемді массивтер, бір өлшемді массивтердің ерекшелігі, ол көп өлшемді массивтер қатарлардан және бағандардан тұрады. Паскаль тіліндегі жалпы көп өлшемді массивтердің ең көп тараған түрі ол екі өлшемді массивтер. Екі өлшемді массивтер болып табылады. Жалпы міне көріп тұрғандарыңыздай алдымызда екі өлшемді массив тұр. Бұны математикалық тілде жалпы матрица деп те атауға болады. Матрицамен іс-әрекеттерді орындау үшін осы екі өлшемді массивті қолданылады. Ал бір жағынан қарағанда жалпы бұл кесте түрінде де орналасқан массив. Жалпы кестелермен де жұмыс жасауға болады осы екі өлшемді массивті қолдану арқылы. Алдағы уақыттарда біз Delphi бағдарламалау ортасын өтетін боламыз. Сол жерде біз осы екі өлшемді массивтерді қолданатын боламыз. Жалпы екі өлшемді массивтер қатарлардан және бағандардан тұрады. Демек, қатарларымыз біздің бұл жерде 5 қатар орналасқан, көріп тұрсыздар, ал бағандардың саны бізде 10. Енді бір өлшемді массив сияқты бұның екі өлшемді массивдегі яшықтағы, яғни элементтеріне қол жеткізу үшін біз оның индекстерін пайдаланамыз, яғни нөмірлерін пайдаланамыз. Демек, мына яшыққа қол жеткізу үшін біз яғни бірінші яшыққа қол жеткізу үшін біз жаңағы матрицаның атауын және де оның жанына біз индексін жазамыз. Яғни 1-де 1. Енді қазір Паскаль тілінде нақтырақ жазатын боламыз. Түсінікті ғой, демек. Мағынасы түсінікті ғой. Демек, 1-де 2 элементке қол жеткізу үшін, яғни А 1-де 2 деп жазылады. Демек, көріп тұрсыздар, бізде қатарлардың саны өсіп жатыр. Қатарлардың саны бір қалыпты тұрақты мәнмен тұр, яғни 1, 1-де 1, 1-де 2, 1-де 3, 1-де 4, 1-де 5. Бұл жерде бағандардың саны өсіп бара жатыр. Ал екінші қатарда 2-де 1, 2-де 2, 2-де 3. Демек, қатарлардың саны тұрақты, бағандардың саны өсіп бара жатыр. Міне осы қасиеттерді біз алдағы уақытта пайдаланатын боламыз. Жалпы екі өлшемді массивтер жайлы айтатынымыз осы. Демек, енді бағдарламаның өзіне келетін болсақ, жалпы екі өлшемді массивтер қалай жарияланады бағдарламада? Демек, ең бірінші массивтің, екі өлшемді массивтің атауы, одан кейін қос нүкте, тура бір өлшемді массив сияқты array кілттік сөзі. Демек, енді бірінші бізде бағандардың саны кетеді, қатарлардың саны кетеді. Бізде 5 қатар ғой, 5 қатар, яғни диапазон 1-ден 5-ке дейінгі қатарлардың саны бұл. Ал одан кейін барып, бізде 1-ден 10-ға дейін бағандардың саны. Одан кейін of кілттік сөзі. Енді осы екі өлшемді массивке сақталатын элементтердің типтері, мысалы үшін бүтін сандар. Демек, енді бізде тура мынау суреттегі матрицамыз бар бізде, яғни екі өлшемді массивіміз, яғни 5 қатардан және де 10 бағандан тұратын екі өлшемді массивіміз бар. Тура бір өлшемді массив сияқты бұғанда мән меншіктей беруге болады. Әрине, мәнді біз былай меншіктейміз. Яғни 1-де 1 элементке, демек, мынау элементке мән меншіктеу үшін, мына яшықтағы элементке мән меншіктеу үшін біз оның нөмірін көрсетіп кетуіміз керек. Яғни 1-де 1 элемент. Мысалы үшін оған 5, 3 деген санды меншіктейміз. Демек, бізде мына яшығымызда біздің 3 деген сан бар. Міне осылай меншіктей береміз. Әрине, бұл екі өлшемді массивпен жұмыс істеу үшін циклдарды алдағы уақытта қолданатын боламыз. Кірістірілген циклдарды қолданатын боламыз. Әзірше айтатынымыз осы. Енді біз сіздермен осы екі өлшемді массивтерге байланысты бір мысал қарастыратын боламыз. Жалпы мысалдан бұрын енді тағы да бір қысқаша мәлімет айтып кетеміз. Жалпы енді бізде қарап тұрсаңыздар, мен мынандай бағдарламаның бөлігін дайындап қойдым. Бізде 5-те 5 өлшемді екі өлшемді массив бар, яғни 5 қатардан тұратын және де 5 бағаннан тұратын екі өлшемді массив бар. Демек, ол мынандай бізде А массиві бар,
яғни 5 қатардан және де 5 бағаннан тұрады. Енді біз осы мәнге, осы массив, екі өлшемді массивке бірінші мән меншіктеп алайық. Ол үшін біз циклдарды пайдаланамыз. Сонымен бізде цикл санағыш ретінде бұл жерде екі айнымалы қолданады. Біз енді матрицамен жұмыс жасау үшін кірістірілген циклдарды қолданамыз. Біз кірістірілген циклдарды алдын қолданып көрмегенбіз. Бүгін қазір енді солармен жұмыс жасаймыз. Олардың жұмыс принципімен танысамыз. Демек, біздің бірінші циклымыз сыртқы цикл деп аталады. Демек, сыртқы циклымыз біздің матрицаның қатарына жауап береді. Ал ішкі циклымыз біздің бағандарға жауап береді. Қазір мен оны нақты түсіндіремін, бір жазып алайық. Do and do. Демек, мынау қазір жазатын мынау іс-әрекетіміз бұл сыртқы циклымыздың, жоқ, ішкі циклымыздың денесі. Демек, мына циклдың денесі бұл. Ал бұл циклдың өзі мынау сыртқы циклдың денесі. Демек, түсіндіреміз қазір. Бір мән меншікте, яғни и плюс g-ді қосып мән меншіктеп алайық. G. Демек, енді және де нәтижесін экранға шығарып көрейік. For I тең 1 to бізде енді екі әрекет болды сыртқы циклдың денесінде. Сонымен ең біріншісі қайтадан цикл мынау экранға шығарамыз біз. Бұл ішкі циклдықына кетеді. А, И, Ж. Аралар ашық болу үшін бос орын қоямыз. Ал енді келесі жазатын әрекетіміз бұл сыртқы циклға кетеді. Бұл write ln. Енді орындап көрейік. Міне көріп тұрғандарыңыздай бізде матрицамызда, яғни екі өлшемді массивімізде мынандай мәндер бар. Яғни 5-те 5. Демек, бұл жерде енді қалай жұмыс жасайды? Жұмыс принципі қандай? Ең бірінші матрицаның өзіне қарайықшы. Мынау индекс нөмірлеріне қарасаңыздар, бірінші қатардың нөмірі бізде тұрақты болып тұр. Яғни 1-де 1, 1-де 2, 1-де 3, яғни бір тұрақты болып тұр, ал қалған бағаның нөмірі бізде өсу ретінде орналасқан. Демек, біздің сыртқы циклымыз біздің бір-ақ мәнді қабылдап тұрады. Мына бағаның мәні толық, яғни өсіп бітпейінше. Ол қалай жүзеге асады? Мысал үшін қараңыздар. Бірінші сыртқы циклдың мәні бізде бір мәнмен келеді. Демек, бірінші мәні бізде 1. Енді біз осы сыртқы циклдың денесіне келеміз. Сыртқы циклдың денесінде бізде тағы бір цикл бар, яғни ішкі цикл. Демек, осы ішкі цикл орындалмай тұрып, яғни орындалып болмайынша, мына сыртқы циклға біз өтпейміз. Енді қараңыздар, бірінші ішкі циклдың мәні, енді G-дің мәні бізде бірге меншіктеліп жатыр. Демек, мына жеріміз 1. Солай ғой. Ал мына сыртқы I-дің мәні бізде қанша еді? 1 еді. Демек, енді бізде 1-де бірінші элементке 2 деген мән меншіктеледі. Міне. Яғни біздегі 1-де 1-де бірінші элементке бізге 2 деген мән меншіктеледі. Енді одан кейін бізде енді мына ішкі циклымыз бітпейінше сыртқы циклға көшеміз. Енді мына G-дің мәні бізде енді 2 болады. Яғни 1-де екінші элементке енді 3 деген мән меншіктеледі. Кейін 1-де 3, кейін 1-де 4, кейін 1-де 5, 1-де 5-ші мәнге, одан кейін 6 деген мән меншіктеледі. Міне, көріп тұрсыздар. Енді G-дің мәні 6 болған кезде бізде мына ішкі циклдан шығамыз. Демек, мына жердегі шарт жалған болады ғой. Енді шыққан кезде бізде I-дің мәні, енді бізде басында 1 болып тұрған еді, енді I-дің мәні бізде 2-ге артады. 2-ге артады. Демек, бізде 2-ге артады деген сөз, мына қатардың бәрі бізде толып шықты ғой. Енді I-дің мәні бізде 2 болды. Енді бізде мынау болды. Демек, біз енді екінші қатармен жұмыс жасаймыз. Сонда бізде 2 деген мән тұрақты болып тұра береді. Яғни мына полный толып болғанша. Енді қараңыздар. Демек, мына жерінің мәні 2, ал енді қайттан ішкі циклға кіреміз. Ішкі циклдың мәні қайттан бізде G-дің мәніне бізге 1 меншіктеледі. Демек, 2-де 1. Енді 2-де 1-ге мына 2 мән қосылады. Демек, бірінші 3 деген мән меншіктеледі. Сонда одан кейін барып 2-де 2, одан кейін 2-де 3,
одан кейін 2-де 4, дәл сол сияқты 2-де 5-ке дейін жалғасады. Одан кейін барып 2-де 6 болған 2-де 6 деген мән болмайды. Сондықтан циклдан шығу процесс жүреді. Енді бізде сыртқы циклға қайтадан ораламыз. Бізде енді сыртқы циклдың мәні 3 болады. Дәл сол сияқты 5-ке дейін айналады. Сонда ең соңында бізде 5-те 5 деген 5-те 5-ші ұяшыққа бізде мән меншіктеледі. Сөйтіп бізде толықтай мынау матрицаның, яғни екі өлшемді массивтің мәніне бізде толықтай мән меншіктеліп шығады. Демек 3 болады, одан кейін 4, кейін 5, толық барлығына мән меншіктеліп шығады. Демек енді бізде мына мәндер бар. Енді оны біз экранға шығарып алуымыз керек. Нәтижесін көруіміз керек қой енді. Нәтижесін шығару үшін қайттан біз кірістірілген циклдарды пайдаланамыз. Дәл осы процесс енді бұл жерде не болады? Яғни дәл осы екі цикл дәл осы принциппен жұмыс жасайды. Енді бұл жерде тек қана айырмашылық бұл жерде экранға шығару. Бізде экранға шығарған кезде мынандай бір мәселені айтып кеткен жөн. Мына жерде не үшін бізде екі іс-әрекет болады? Яғни мына жерде біз не үшін бегинентке алып жаздық? Себебі мынау ішкі циклдың мәні мына элементтерді экранға шығарып жатыр ғой. Бірінші қатардыкін шығарып жатады. Одан кейін бірінші қатар біткен кезде бізде мына циклымыз аяқталады ғой. Сол кез аяқталған кезде енді біздің мына мәніміз екінші қатардан бастап шығу үшін біз мына операторды қолданамыз. Write line операторын қолданамыз. Параметрсіз жазамыз. Сол кезде мына біздің мына жерге келіп қалған курсорымыз енді біздің асқа түседі. Яғни астына мына жерге түседі. Біздің курсор мына жерге келіп тұрған еді ғой. Демек бірінші қатардағы мәндер шығарылды. Одан кейін біздің курсорымыз мына жерге келіп тұрды. Енді бұл курсорды мына жерге қою үшін біз мына операторды қолданамыз. Енді демек келесі мәндердің барлығы енді біздің астынан шығады. Яғни кесте бойынша шығады деген сөз ғой енді жалпы. Міне осылай жұмыс жасайды. Енді достар, мысал келтіріп көрейік жалпы матрицалармен жұмыс жасау үшін. Әрине матрицаларды бұлай қолдан да енгізуімізге болады өзіміз. Ол үшін біз келесі әрекетті орындаймыз. Демек, мына жүріп жасай begin. Бізде енді мына циклдарда шамалы құрылым өзгереді. Сыртқы циклда бізде екі әрекет болады. Ішкі циклда бізде бір әрекет. Демек, біз оқимыз. Яғни енгіземіз, клавиатурадан мән енгіземіз ғой енді жалпы. G. Бұл ішкі циклдың әрекеті, ал енді кейінгісі мына сыртқы циклдыңкі. Read ln. And. Демек, енді біз мән енгізіп көрейік өзіміз қолдан. Не дейді? Аха. Я. Жақшағып кетті бізде. Сонымен, енгізіп көрейік. Мысал үшін, 2, 3, 4, 5. Яғни, бірінші қатардағы 5 сан. Одан кейін барып 6, одан кейін 4, кейін мысал үшін 22 емес 2, одан кейін 1, кейін 9. Кейінгісі 0, 4, 7, 1. Төрт қатар. Демек, міне, мынаның арасы бізде ашылып қалды ғой. Жарайды, оны жөндеуге болады. Демек, біз енгізілген мәндер экранға шығарылды. Сол мәндер міне көріп тұрсыздар. Мына жерден ары қарай. Енді бізде мынандай бір қарапайым тапсырма берілген болсын. Біз мынау екі өлшемді массивтің мына диагоналының мәнін біз нөлге айналдырайық. Енді бұл жерде біз шарт жазатын боламыз. Қарасаңыздар, мынау екі өлшемді массивтің индекстері өзі белгілі бір заңдылықпен орналасқан. Қарап тұрсаңыздар, мына диагоналдағы индекстердің мәндері, нөмірлердің мәндері бір-біріне тең. Яғни i-ға тең. Мысал үшін қарап тұрсаңыздар, мынау 1-де 1, мынау 2-де 2, мынау 3-де 3, мынау 4-де 4, мынау 5-де 5. Демек, біз осы қасиетін пайдаланып, қазір осы диагоналын біз нөлге айналдырып көреміз. Ол үшін біз қайтадан цикл жазамыз. Демек, біз мына циклды не үшін жазғанымызды жазып қойайықшы, шатасып кетпеу үшін. Демек, мына цикл матрицаға мән меншіктеу. Екі өлшемді массив қойын, матрицаға мән меншіктеу. Ал мына циклымыз біздің нәтижені экранға шығару, солай ғой.
нәтижені шығару, нәтижені көру десек та болады. Нәтижені көру. Ал енді тағы бір цикл жазамыз. Енді ол жерде біздің есебіміз жалпы орындалатын болады. Демек, for I тең 1 to n-ға дейін do. Енді қайттан ішкі цикл. For тең 1 to n do, яғни орында. Енді шарт жазамыз. Не жазамыз бұнда? Егер не болса деп жазамыз, и тең болса g-ға. Солай ғой. Бізде жаңа диагоналда и мен g-дің мәні тең болған еді. Олай болатын болса, матрицамызға, яғни сол элементке, яғни и g-ға меншікте нешті? 0-ді. Міне, осылай. Мына жерге write ln операторын нәтиже деп шығара салайын экранға. Так. Демек, нәтиже. Сонымен орындап көрейік. Демек, 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 6. Кейін 3. Демек, біздің нәтижеміз қарап тұрсаңыздар, мынау яғни матрицамыздың екі өлшемді массивіміздің мына диагоналы бізде 0-ге тең. Қарап тұрсаңыздар, міне мына сызық бойынша кеткен ғой. Міне былай кеткен. Демек, біз не істедік бұл жерде? Біз бұл жерде и және g-дің мәнін тең істедік. Яғни осы екеуінің мәні тең болатын болса, бізде сол мәнге бізге 0 деген сан меншіктесін дедік. Яғни бізде қарап тұрсаңыздар, и мен g мына жерде тең болады. Мына диагоналдың бойында бізде тең болады. Міне біздің есебіміз осындай. Қарапайым есеп. Бүгінгі біздің бейне сабағымыз осымен аяқталды. Рахмет тыңдағандарыңызға. Рахмет назар салып тыңдағандарыңызға. Келесі сабақта кездескенше аман сау болыңыздар.